достар, маған апа айтты гүл жасап келуге. Біз гүл жасау үшін осындай квиллинг алдық. Осы қағазбен жасаймыз гүлді. Енді ашайық. Біз осындай квиллинг қағаздар арқылы гүл жасайтын боламыз. Осындай арнайы құрылғысы бар. Және осындай әртүрлі түсті қағаздары, квиллинг қағаздары бар екен. Қазір осы гүлді жасау үшін бізге қызғылт сары түс, жасыл түс және қара түс керек. Негізі қоңыр түс, бірақ қоңыр түс жоқ бұл жерде. Ал енді кеттік жасап бастайық. Біз тісті жалағашқа моншақ кигізіп қойдық. Бұл бізге керек. Және біз құлақ шұқылайтынды алдық. Себебі біз клеймен жабыстырамыз. Мінекей осындай ұзын клейлен қағаздары. Айша, сен енді бастай бер, онда өзінің құралымен жабыстырып. Айша пока біреуін істегенше істеп болсын, содан кейін Аружан жалғастырады, Аружан. Мұхамеджан, не істейтін боласың сен? Клеймен жабыстырады. Қалай кіргізеді екенсің, Айша? Бізге көрсет. Ортасына кіргіземіз де. Айналдырасың, е? Иә. Бұны осылай тегіс ұстау керек. Әркім әртүрлі өзіне қалай ыңғайлы, өзіне қарай айналдырса да болады, немесе сыртқа қарай айналдырса да болады. Бірақ ішке қарай айналдырған өте қолайлы. Бізге. Негізі Айша, Аружан, Мұхамеджан үшеуі бірінші рет жасап тұр. Себебі бізге балабақшадан тапсырма келді. Осылай кішкене қатты тартып, қатты емес, жыртып кетуі мүмкін. Мен садикті алып кетем ба бүгін? Иә, таңертең алып кетесің. Кетем ба? Иә, таңертең алып кетесің садикке. Не өсін керек апайға? Мінекей бізде достар осындай шығып келе жатыр. Әдемі. Мына жері тегіс болу керек. Әйтпесе ол дұрыс емес болады деп ойлаймын. Мен апайым дұрыс емес. Біз біреуінің істелгенін көрсетейік, ары қарай келесі процесті көрсететін боламыз. Тақанса істейсіңдер ғой. Қазақша сөйлейміз. Мұхамеджан. Қазақ. Қош, қазақ емессің бе? Қазақ емеспін ғой. Енді қайсы ұлтсың? Тісің жоқ болғанға қарағанда қай ұлт екенсің, ә? Алдында тісі жоқ Мұхамеджанның. Тістері түсіп жатыр. Ойбай, көрсетпеші. Достарын қашып кететін жүр. Достар осындай достар болу керек. Достар, мен енді болайын дедім. Иә, өте ұзақ процесс бұл енді. Айналдыру негізі оңай емес. Иә. Осымен 4-5 тағы болсын. Айша екеуміз, Мұхамеджан екеуміз, үшеуміз бәріміз бүйтіп айналдырып. Иә, құралдан просто біреу Оның өзі айналдыру ол қиын, өйткені тегіс ұстау керек. Енді не істейміз ұшына? Ал енді ұшына клей жабыстырамыз. Осындай құлақ шұқитынды алып, клейді кішкене тамызамыз. Кішкене ғана бір каплица. Анда аз болады, Айша. Болды. Ал енді осылай жабыстырып ұстап тұру керек, әйтпесе ол ашылып кетуі мүмкін. Бізде әлі көп. Сондай қызғылт сары. Бірақ керемет гүл шығатынына сенімдіміз, иә, Мұхамеджан? Достар, бізге картон керек қой. Оны не істейсің? Жоқ, бізге көрсеткен ана магнитті салу. Магнитті қайдан аламыз? Достар, міне осылай шығады. Қайсы? Жабысты ма? Иә, енді алайық. Ойбай. Ойбай дейді. Қайсы? Мінеке осылай шығады.
Ал енді Аружан не істейсің? Ал енді мен бұны мына жерге бүйтіп Нені қолданып жатсың, көрсет бізге. Моншақты, аха. тұщы құйтынға моншақ жабыстырдық біз. Мінеке осылай домалақ қылып шығарады достар. Достармен айлесіне. Мұхамеджанның достары. Осындай әдемі болады. Қазір бұл қараңдар, мен гүл жасағанды. үйрендім. Мен достарыма көрсетіп жатқан жоқпын. Айша кішкене қаттырақ болсын. Сенің достарың кім өзі? Таулетхан, Жантілек, Елтек, Диас, тағы да Айбат. Бәрін айтып шығатын сияқтысың. Соларға сәлем етсек, көріп отқан шығармыз. Көріп алсын да, сосын үйреніп алды да, бәрі молодец болады сосын. Бәрі жасап бара ма? Қыздар көп па садикте, Мұхамеджан? Апай күн айтады, ана бір садикте аз бала екен. Сол группа алып барып дейтін ауылдар. Апайың көреді ғой мына видеоны. Есіңіз бе? Айтып қойдым ғой енді. Айтсам да дұрыс. Болды, ертең енді барсаң апай өлтіреді. Иә. Болды, солғансың. Так, енді Аружан мінеке осылай істеп қойды. Біз қазір осындайдан көп істейтін боламыз. Оның бәрін сіздерге көрсету ұзақ болады. Қазір жасап алайық. Мен болдым почти біреуін. Достар, біз енді жапырақтарға көштік. Мен бүйтіп Құралмен орап береді Аружан. Аха, көрсет. жерге бүйтіп. Осындай бір домалақ болу керек обязательно. Енді негізі сызғыш болса тіптен жақсы болар еді. Сызғышқа осылайынан жіберген кезде мынандай өзі бос болып шығады осындай. Әлі клей жақпаймыз. Осындай домалақтан байқап шығару керек. Достар шындай 20 сеуін келексіне. 20 шең бар ма? Бөліп жеп аламыз ба? Осылай әдемілеп дөңгелекті босырақ қыламыз. Содан кейін екі шетін қатты басамыз. Мінеки осылай қатты басамыз. Содан кейін осындай әдемі жапырақ шығады. Мінеки мына жерін клеймен жабыстыру керек. Жаңағы ұшына клей жақсылап шығып кетпеу керек. Достар, мен білмеймін, мұншықтан мына жерден bazı, ана күтімін білмеймін. Мұншақ қой. Жаңағы сары түсің ба кесіп жатқан? Мінеки біз Айша оған дейін 2-3 жапырақ жасап қойды. 3-ші жапырақты жасап жатыр екен. Осылай, мінеки осылай жасап, мінеки осындай жапырақтарға айналды. Неше бар? Мұхамеджан санай берсең болады. Мұхамеджанға берші, санап отырсын. Понятно ма? Шақтал. Шиеңім неше болды? Жақпаған жоқсың ба? Қалғанын? Санашы қайтадан. Деп жұмыс тауып беріп қояқ Мұхамеджанға. Неше рет санады екен осы шиені? 11, 12. Аружан сен кім көрейік? Мінеки Аружан сақылдатып айналдырып отыр. Да, оп-оңай ма? Жа, мен біреуін жоқ қойып едім ғой. Әлі 20 ма? Әлі 20. Қалай санадың? Жоқ, сен қате санадың. 20 емес ол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылайынан жапырақ, көп жапырақ жасауымыз керек. Енді мен осы қағазға жапырақты жапсырамын. Ағаш қой, типа ағашқа жапырақтарды жабыстыратын болып. Мінеки, міне Мұхамеджан қазір осылай істеймін деп өзі дайындап қойды. Жабыстыруға дайын отыр. Енді бізде осылай 3 жапырақ болады. Аружан, сен істегелі жатырсың. Мен осыларды бір-біріне жабыстырамын. Алдыналарды бөлек үстіне жабыстырамын. Соңғы шығалды. Мұхамеджанда соңғы жапырағы. Айша, ұстай тұрсайшы. Қайсы қалай жабыстырдыңыз екен көрейік. Вау. Мінеки Мұхамеджанның жасаған жапырағы. Мұхамеджанның жасаған жапырағы өте әдемі болды.
Ал бұлар менің жапырақтарым. Екеуін қосқанда бізде 3 жапырақтар болады. Мұхамеджан, Аружан, сіз не істеп жатсыз? Сырты үсті жабыстырып. Аружан мыналарды жабыстырып шықты, мінекей. Қатып тұр. Енді шиелерді бетіне жабыстырып сияқты. Соны мынаның бетіне жабыстырамыз, әдемі болу үшін. Я тегіс жерлеріне ете бер. Мен көпші қоясың ана жерлерге. Клейін артық істеме, Ару. Мына жерге біреуін кіргіз жер қазір. Вау, күшті болды мінекей. Клей жағып жер Аружан андағы тағы да. Клей көп болсын қыздар, өйткені андағы шиенің жабысу өте қиын. Моншақ шығар. Біз клейіміз бітіп қалды. Сосын біз мынаны кесіп алдық. Соның бәрін айтасың ба? Иә, бәрін. Қай жерге жабыстырдың? Мына жерге ме? Иә, сол жер ашық тұр ғой. Әдемі болып жатыр. Достар. Болды керегіміз. Енді біз осы дайын шиемізді мына жерге жабыстырамыз. Орналастырамыз. Мынау жаңа Мұхамеджан мен Айшаның жасаған жапырақтары. Аружан әдемі шиелерді жасады. Мінекей осыны осындай рамкаға орналастырып, астына клеймен, жоқ, жапыраққа жабыстырасың ғой. Міне, осылай болу керек. Енді бетін? Енді бетін осындай әйнекпен жабамыз. Енді қатты басаға. Иә, қатты болсын. Міне енді түсті. Мінекей. Біздің 2 сағат жасаған шиеміз дайын. Ал енді не айтасыңдар? Достар, сендер де осылай істеп көрсеңдер, лайк басыңдар. Және подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Егер біздің шиеміз болса, онда обязательно лайк басуды ұмытпау керек. Және подписация етіп.